Әркез осы өгей әкесін көрген сайын бала кезінде есінде қалып кеткен өзінің алқаш әкесі көз алдына келе қалады. Мамасының аяусыз таяқ жеп жерде жатқандары есіне түсіп денесі дір ете қалатын. Қазірде тез-тез тамағын ішті де орнынан тұрып кетті. Қонақ бөлмеге барып мультфильм қарауын жалғастырды. Кешкі астарын ішіп бәрі орындарынан тұрып, әркім өз шаруасымен кетті. Мейрамбек қонақ бөлмеге өтті де диванға барып отырды. Ажар ыдыс аяғын жуып асханада тағы қалып қойды. Жұлдызайдың ойында ештеңе жоқ. Қорықса ол тек өгей әкесін ұрмаса екен деп қорқатын, басқаша ойланбайтын, әлі бала ғой. Ал Мейрамбектің харам ойы мүлде басқаша екен, өзінен басқа ешкім білмейді. Өгей қызының артында диванда отырып өзінің ұятты жерін ұстап отыр. Жұлдызай, қызым, деді ақырын ғана. Ау, деді артына бұрылып Жұлдызай. Әкесінің іш киімін жартылай шешіп отырғанын көрді де үндемей теледидарға қайта бұрылды. Ұстап көргің келе ме, деді тағы да әкесі. Бұл жолы Жұлдызай артына бұрылмады. Екі көзінің теледидарда болғанымен бойын қорқыныш билеп, ойының бәрі қалай шығып кетсем екен деп отыр. Жұлдызай, деп анасы шақырып қалды. Дәл осыны күткендей орнынан атып тұрған ол асханаға жүгіре жөнелді. Ал Мейрамбек дым болмағандай теледидарын қарап отыра берді. Қызым, сабағыңды оқыдың ба? Жоқ әлі. Маған көмектесіп жіберші деп айтайын деп ем. Ол не, мама? Айта беріңіз. Жоқ ештеңе. Барып сабағыңды оқи ғой. Сосын уақытылы жатып ұйықта. Жарай ма, күнім? Жарайды, деп мамасының бетінен сүйді де асыға басып ештеңеге бұрылмастан бөлмесіне кіріп есікті іліп алды. Сабағын оқып ұйықтап қалды. Таңертең таңғы аста күнде мамасы екеуі отырады. Мейрамбек түске таман оянады. Істеп жатқан жұмысы жоқ, тауып жатқан ақшасы жоқ. Ұйықтамай қайтсын. Таңғы астан соң Ажар асығып жұмысқа кетеді. Дастарханды жинап ыдыстарды жуу кішкентай Жұлдызайға қалады. Анасы кеткен соң өгей әкесінің оянып кетпеуін тілеп, ақырын дыбысын шығармай тірлікті аяқтап, басталуына 2-3 сағат ерте болса да үйден шығып кетеді. Мектеп алдында кітап оқып отырып, уақытын өткізеді. Басында күнде көретін мұғалім онша мән бермейтін. Бүгін арнайы келіп сөйлескісі келді. Жұлдызай, қалың қалай? Апай, сіз бе, сәлеметсіз бе? Байқаймын, күнде ерте келесің, тым ерте ғой. Әлде үйде ешкім жоқ па? Иә, мамам жұмысқа кеткен соң мен де шығамын ғой. Жалғыз қорқамын. Әкең ше? Әкем бе? Әкем ол да жұмыста болады. Түсінікті, деген мұғалім Жұлдызайдың анасымен сөйлесуді жөн көріп, артық мазасын алмайын деді де орнынан тұрды. Айтпақшы, сыныпқа кіріп отырсаң да болады. Сынып бос. Жарайды, деген Жұлдызай кітабын сөмкесіне сала бастады. Ұстазы мұғалімдер бөлмесіне кірсе, ешкім жоқ. Дереу телефонын алып, оқушысының анасына хабарласты. Сәлеметсіз бе? Мен Жұлдызайдың мұғалімі едім. Иә, таныдым. Тыныштық па? Айта беріңіз. Қолыңыз бос па? Жұмыста едім, бірақ айта беріңіз. Мен біраз уақыттан бері Жұлдызайды байқап жүрмін. Сабаққа тым ерте келеді. Тіпті таңғы уақытта. Үйде түске дейін ешкім болмайды ма қарайласатын? Әкесі болушы еді ғой. Сұрасам, әкем де жұмыста деді. Жарайды, кешке барып сөйлесермін. Ескерткеніңізге рахмет, сау болыңыз, деп тұтқаны қойды да ойланып қалды. Осы уақытқа дейін қызым жайлы ойланып көрмеппін. Тіпті бөтен біреуді әке еткенім де мүмкін сол кезде қателестім бе екен? Неге қызым соңғы кезде тартыншақ болып кетті? Енді байқағандаймын. Кешке өзімен ашық сөйлесейін. Мазасын алып жүрген не нәрсе екенін білейін деп ойланды. Кешке дейін жұмыста ойынан қызы кетпей қалды. Қолы жұмысқа бармай уақытты әрең өткізді. Кешке ерте жиналды да аялдамаға келіп автобус күтпей такси тоқтатып үйіне қайтты. Сол күнделікті өзгермеген өмір. Талтайып диванда теледидар қарап Мейрамбек жатыр.
Қызы әлі келмепті. Сағатқа қарады. Келетін уақыттан енді болыпты. Қазір кеп қалар деп киімін ауыстырып асханаға барып кешкі астың қамына кірісті. Екі көзі біресе сағатқа, біресе есікте. Жарты сағат өтті. Жұлдызайдың қарасы көрінер емес. 1 сағат өтті. Ажардың дегбірі қашайын деді. Мүмкін қосымша сабағы бар ма екен деп мұғаліміне хабарласты. Кеш жарық. Сабақ аяқталды ма? Қызым әлі келмеді. Уайымдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Бүгін 4 қана сабақ бар еді. 2 сағат алдын сабақ аяқталған. Оқушылардың барлығы аялдамада автобус күтіп тұрған еді. Жарайды, рахмет деп тұтқаны қойды. Енді шынымен алаңдай бастады. Мейрамбек Жұлдызай сабаққа кетерде ештеңе айтпады ма? Әлі келген жоқ. Мұғалімі 2 сағат алдын сабақ аяқталған дейді. Мен қайдан білейін? Күнде мен ұйықтап жатқанда кететін еді ғой. Оны тек кешке көріп жүрмін. Ештеңе демеген бедің, қайдан білейін? Енді ұрысқан жоқсың ба дегенім ғой. Кетші әкең, сенің қызыңнан басқа шаруам жоқ па менің? Бұл қыз қайда жүр ендеше? Деп орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Осы кезде барып телефон безге қақты. Алло, апа, Ажар қалайсың қызым? Жақсымыз, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, аманбыз. Бүгін үйге Жұлдызай қызым келіп қуанып жатырмыз. Ертең демалыс деп мектептен тіке осында тартыпты. Жол ұзақтау, келген беті осы. Ешкімге айтпадым деген соқ уайымдарсыңдар деп ескертейін дегенім. Ой Алла, өзіңе шүкір. Ау, не дейсің? Ештеңе апа, я ескерткеніңізге рахмет. Ертең мен де барып қалармын. Ал жақсы деп тұтқаны тастай салып, деп терең демалған Ажар енді көңіл күйі орнына түсіп асханаға қайта бұрылды. Кешкі ас үстінде қызының мұғалімдермен сөйлескенін айтты. Мейрамбек салқын қабылдады. Мүмкін үйде зергетін шығар, сол үшін ерте кететін шығар, қайдан білейін. Мүмкін дегенмен ертең өзімен сөйлесіп көрейін дей бергенде күйеуінің қолынан кесесі түсіп кетті. Қипақтап сүрткілеп байыз тауып отыра алмады. Өткендегі сымды айтып жүрмесін, кішкентай боп алып өсекшіленді деп ойланды іштен. Тамақтанып болды да жайлы орнына теледидардың алдына барып жайғасты. Ертең демалыс болғандықтан Ажар оны-мұны тірліктерін істеп кір жуып кеш жатты. Ертеңінде де кеште оянды. Таңғы астан соң тіке төркініне тартты. Байқаса көптен бері келмепті. Арқа-жарқа болып бәрі мәз-мәйрам. Түс ауа қайтуға жиналды. Жұлдызай кеткісі келмесі де ертеңгі сабағын ойлап амалсыз ілби басып заттарын жинады. Кешке үйіне келіп сабағын қарап болды да жарықты сөндіріп ұйықтауға кеткелі жатқанда анасы бөлмесіне кірді. Қызым, сенімен сөйлесейін деп едім. Ертең мама, ертең ұйқым кеп тұр деді еркелеп. Жарайды күнім, жақсы демал деп жарықты қайта сөндірді де шығып кетті. Ертеңіне таңғы ас тағы да әдеттегідей ішілді. Екеуі ғана, анасы мен қызы. Мейрамбек қорылдап ұйықтап жатыр. Ажар шай ішіп отырып қызын әңгімеге тартты. Қызым, сабағың қалай? Жақсы. Кеше неге ескертпей кетіп қалдың әжеңнің үйіне? Барғың келсе бірге баратын едік қой. Үйінен қашқан адамға ұқсап кетіп қалыпсың. Мен жай әжемді сағынып, сіз бәрбір жұмысын көп деп бармайсыз ғой. Жарайды, бірақ олай кетуші болма. Сені қалай уайымдайтынымды білсең ғой қызым. Жарайды, кеше мұғалімің хабарласты дей беріп еді. Жұлдызай жеп отырған тамағына түйіліп қалды. Ақырын қызым, ақырын, мұғалімің сені күнде таңертең келіп алады дейді. Рас па? Иә деді басын төмен салбыратып. Неге ерте барып жүрсің? Үлгермей қалам ба деп. Мына сөзіңе сену қиын. Сабаққа жақын қалғанда 1-2 сағат алдын барсаң түсінер едім. Бірақ сен таңғы оқушылармен қатар баратын көрінесің. Үйде болғың келмей ме? Неге? Бірдеңеден қорқасың ба? Жоқ,
Онда неге қызым? Ашылып айтшы күнім. Үнсіз басын салбыратқан күйі қызы дастарханнан тұрып кетті. Ажар ойланып отырып қалды. Кешке Мейрамбекпен сөйлеспесем болмас деп түйді. Тез-тез киініп жұмысқа шыққалы жатыр. Ол кезде Жұлдызай да шықпақшы. Бүгінше ерте бара қойсын деп үндемеді. Жұмыста отырып та ойлана берді. Қызым неге үйден қаша береді? Мейрамбектен қорқады дейін десем, онымен бірге тұрып жатқанымызға көп болды ғой. Сол кезде-ақ сезер едім ғой. Меніңше Мейрамбектің қатысы жоқ. Онда не үшін? Осы секілді сұрақтармен басын қатырып кешті де болғызды. Үйіне асығып келеді. Қайта сағатына қарағыштайды. Жұлдызайдың келетін уақыты болып қалды. Екеуі есік алдында кездесіп үйге бірге кірді. Бір қызығы талтайып теледидар алдында жатқан Мейрамбек үйде жоқ. Жұлдызай қуанып кетті. Саңқылдап сөйлеп жүріп киімін ауыстырды. Кешкі тамаққа анасына көмектесті. Бірақ қуаныштары ұзаққа созыла қоймады. Кешкі асқа енді отыра бергендерінде араққа сылқия тойып алған Мейрамбек ықылық атып есіктен кіріп келді. Бүкіл өткен өмірі көз алдында лента болып келе қалған Жұлдызай зып етіп бөлмесіне кіріп кетті. Кішкентай кезінде өзінің әкесінің бейнесі көз алдына келе қалды. Дәл осылай ықылық атып кіріп келуші еді. Төсегіне барып бүркеніп жатып қалды. Екі құлағын екі қолымен басып алды. Тым-тырыс ештеңе естілмейді. Ақырын көрпенің астынан басын шығарды. Дәл осы мезетте асхана жақтан темір ыдыстың қатты дауысы шықты. Жан ұшыра жүгіріп барды. Ондағы ойы мамамды ұрды ма деген қорқыныш еді. Қорыққаны келді. Шай ішетін үстел жанында сұлайып жатқан анасын көрді де жанына жүгіріп барды. Мама, неге кіргіздің үйге бұл адамды? Деді алғаш рет. Бұл сөзді естігенде Ажар қызы екеуі Жұлдызайдың бөлмесінде түнеді. Ажар қызының әлі кішкентай екенін алға тартып, ештеңені ашып айтпады. Бірақ іштей ой елегінен өткізді. Осы Мейрамбекке тұрмысқа шыққалы алғаш рет таяқ жеуі. Бұлай қатты ішіп те келмеп еді. Анда-санда сыралататыны барын біледі. Бірақ араққа сылқия тойғанын бірінші рет көрді. Біріншісінен құтылып екіншісіне тұтылғаным ба сонда деп іштей өзін жегідей жеді. Кім біледі, мүмкін бағана ұрысты өзім бастағанда Мейрамбек қол көтермейтін ба еді дейді бір ойы. Оның жұмысқа әрекетін Ажар қайдан білсін? Бағана Жұлдызай бөлмесіне кеткенде Мейрамбек Жұлдыз сенен қорқып жүрген сияқты. Неменеге қорқады? Әлде мен жаналғышпын ба? Әлде өгей деген әке бола алмай ма? Олай деп отырғаным жоқ. Мен түсінем, басқасы түсінеді. Бірақ Жұлдызайдың өткен балалық шағын білесің-ау. Баста айтқанмын, қызымды жақын тартып әкелік мейіріміңді көрсетесің деген едім. Мен не істеп жүрмін сонда? Өзі қаша берсе қайтемін? Тап бір соның зорлайтындай. Не деп отырсың өзі? Ол әлі бала ғой. Ондайды түсінбейді де. Неге олай дейсің? Мен жай солай ойлап қашып жүрме деймін ғой. Есің дұрыс па? Өзіңнің қаршадай қыз қалай олай ойлайды? Сенің өзің солай ойлап жүрген шығарсың. Не деп көкіп отырсың? Әкеңнің деп құлақ шекесінен жуан жұдырығымен салып қалып еді. Мұрттай ұшып түскен Ажар шыңылдап ештеңе естімей қалған құлағын ұстап жата берді. Ары қарай еміс-еміс есінде. Жұлдызай басын сүйеп жатқан. Түн жарымға дейін осы әңгіме есінен кетпеген Ажар таң ата көзін ілді. Бірер жарым сағат ұйықтап жұмысына қайта тұрды. Жанында қызы тәп-тәтті болып ұйықтап жатыр. Оны оятқысы келмеді, бірақ тастап кетуге де қорқып тұр. Не істесем екен деген ол таңғы асында ішпестен көрші келіншекке барып қызын әбден дайындап жұмысына кетті. Осы оқиғадан кейін біраз күн Ажар секем алып, бәрін бақылап жүрді. Бірақ ешбір әбестік байқамаған соң көңілі орнына түсіп, бұл оқиғаны ұмытып бара жатты.
Бірақ Мейрамбектің ішкілікке салынуы тыйылмады. Ажарға қол көтеруде жиілей бастады. Неге екені белгісіз, тек Жұлдызайды көрсе ғана тынши қалады. Мұндай кезде Жұлдызай әжесінің үйіне тайып тұрады. Біресе сол үйде, біресе өз үйінде жүріп уақыт өтіп жатты. Артқа 2-3 жылды тастап Жұлдызай бой жетіп келе жатыр. Бір күні әжесінің үйінде жүргенде анасы хабарласып, сағынғанның үйінде біраз күн жүріп кетуін сұрап хабарласты. Күйеуі ауылға кеткен екен. Ажар анасының жалғыз екенін біліп жанына баратын болып жинала бастады. Бұл кезде Жұлдызай 7-ші сынып оқып жүрген. Анасының үйіне келіп бой сергітіп жатып демалды. Ажар жалғыз болғандықтан үй іші де тып-тыныш. Әжесінің үйінде бала-шаға бар, у-шуға үйренген. Біраз күн осында болды. Емін-еркін жүріп тұрып, тіпті анасына еркелеп те қояды. Бір күні сабақтан келсе, анасы жұмыстан келмепті. Душқа түсіп алып, кешкі асты дайындай берейін деп, сүлгісін алып ванна бөлмеге кірді. Алаңсыз шомылып жатыр еді. Бір мезетте сырттан біреу қарап тұрғандай сезініп кетті де есікке жалт қарады. Өз көзіне өзі сене алар емес. Өгей әкесі жартылай қиғаш тұрған есіктен қарап тұр. Дұрыс шайынып үлгермеген бейшара қыз есікті тарс жапты да дереу киіне бастады. Аяқ қолы қалтырап дір-дір етеді. Миында тек бір ғана сұрақ: қазір есікті ашып кіріп келсе не істеймін? Жыламсырап ара-тұра көзінің жасын көпірік қолымен сүртіп қояды. Бірақ ешкім есікті ашпады. Дереу шығып бөлмесіне өтіп бара жатып, көзі шалып қалды. Анасы келген екен. Бәсе неге өгей әкесі тып-тыныш болып қалды деп еді. Бөлмесіне барып дұрыстап киініп сырт киімін алды да анасына барды. Мама, мен әжем үйіне кетемін. Неге құлыным? Әжемді сағындым деген ол көз қиығымен өгей әкесіне қарап қойды. Ештеңеден хабары жоқ адамша алдындағы асын қомағайланып жеп отырған өгей әкесін көрген Жұлдызай жиіркеніп кетті. Тіпті анасының өтінгеніне де қарамастан тез-тез шығып кетті. Әжесінің үйіне келіп марқайып қалды. Мұнда у-шу болғанымен жаны тыныш. Еркелетіп отыратын әжесімен өз қызындай көретін жеңгесі, бауырымның бауырына басқан нағашы ағасы бәрі Жұлдызайдың асты-үстіне түсіп жүреді. Осы пейілдердің қуанышы жүздерін жоғалтқысы келмейтін жиен қызда өгей әкесінен көріп жүрген жат қылықтарды тіс жарып айта қоймады. Анасына да сездірмей келеді. Ақыры неге апарып соғарын білмесе де, қазіргі өмірі тыныш болғанына шүкір деп ешкімге сыр білдірмей келеді. Осылай жүргенде Ажардың аяғы ауырлады. Дәл Жұлдызай секілді сүп-сүйкімді қызды өміріне әкелді. Оның тәтті қылықтары Ажар мен Жұлдызайды бақытты еткенмен арам ойлы Мейрамбекті өзгерте алмады. Сәл жалғыз қалса Жұлдызайға көзін сүзуін тоқтатпады. Жұлдызай бой жетті, оңды солын таниды. Енді жасырудың еш қажеті жоқ сияқты. Себебі өз-өзі қорғай алады. Тек мына өзінің артынан ерген сіңлісін уайымдайды. Сол үшін анасымен ашық отырып сөйлесуді жөн көрді. Мейірбектің осы үйге келгелі бергі қылықтарын бірін қалдырмай айтып берді. Онсыз да сезіктеніп жүрген Ажар үнсіз тыңдады. Қой, ондай емес деп күйеуін ақтап ала алмады. Себебі ішінде осындай бір үрей үнемі мазалайтын. Жұлдызаймен сөйлескен соң Ажар оны бір жолата әжесінің үйіне жіберемін деп шешті. Өзі қазір бала күтіммен үйде отыр. Алғаш күйеуі бір күн істеп, бір апта жатады. Күн көріс қиындай бастады. Оның үстіне мына әңгіме де түрткі болды. Мектепке кезекті бір демалыста 2 қызын алып төркінге келді. Анасы мен інісін жанына шақырып ұзақ сөйлесті. Әрине Жұлдызайдың әңгімесін тісінен шығарған жоқ. Бар айтқаны Жұлдызай осында болуды қалайды деді. Жұлдызай онсыз да осы үйдің қызы емес пе деп інісі күліп сыртқа шығып кетті. Ал анасы бір жасырын әңгіме барын
іші сезгендей сұрай алмады. Сонымен бұл тақырып жабылып, Жұлдызай әжесінің үйінде біржолата көшіп келді. Мектепке де осы жақтан қатынайды. Бір күні мектептен шығып аялдамаға жете бергенде артынан біреудің шақырғанын естіді. Жалт бұрылды. Бейтаныс ер кісі, өте әбіржулі, бомждарға ұқсайды. Жұлдызай танымады, бірақ бұл кісі мені қайдан таниды деп ойлады. Атымды атап шақырды емес пе? Сөйлесуге жүрексініп тұр. Әлгі кісі жанына жақындап келді. Аялдамада екеуінен басқа ешкім жоқ. Жұлдызай, қызым, сен қалай өсіп кеткенсің? Танымас едім, сыныптастарың айтты. Кешіріңіз, сізді танымаймын. Кімсіз? Мен қайдан танисыз? Мен сенің әкеңмін, қызым. Жұлдызай енді ғана шырамытып тани бастады. Баяғы 4 жасар кезіндегі ықылық ата кіріп келетін әкесі, ой Алла, өз әкесі, туған әкесі жақындап келіп амандасты. Еріксіз қолын созған қызы дереу қайта қолын тартып алды. Аузынан арақ иісі мүңкіп тұр. Неге екенін қайдан, бірақ Жұлдызай мейірбек сияқты бұл кісіден қорықпады. Екеуі аялдама орындығында отырып сөйлесті. Әкесінің өмірі сол баяғы арақпен бірге екен. Бұдан кейін де отау құрған. Бірақ ол да жараспаған көрінеді. Сөйлесіп отырып уақыттың біраз жерге таяп қалғанын байқаған Жұлдызай үйіне кетуге жиналды. Әкесімен қоштасып қоғамдық көлікке отырып жүріп кетті. Содан кейін әкесінен еш хабар жоқ, қайта іздеп келмеді. Жұлдызай да әкесін іздеп сағынбады. Кішкентай кезінде балалық шағына қорқыныш сыйлаған әкесіне деген өкпесі қара қазанда еді. Әжесімен ғана сырласатын қыз мұны да жасырмай айтып берді. Үнсіз тыңдаған әжесі не ақыл айтарын да білмеді. Енді тағы іздеп келсе көре жатармыз деді де қойды. Бірақ әкесі содан кейін ұшты күйлі жоқ келмеді. Күндер сырғып айлар өтіп жатты. Мектепті де тәмамдап, Жұлдызай жоғарғы оқу орнына студент болды. Ал анасы сол баяғы жұмысында екінші күйеуі мен қызы үшеуі тұрып жатты. Кейде төркініне келіп тұрады. Мейрамбек бұл кезде вахтада орналасып әжептәуір жұмыс жасап жүрген болатын. Анда-санда Жұлдызай анасының үйіне барып тұрады. Бойында баяғыдай өгей әкесінен қорқыныш жоқ. Ол да Жұлдызай келсе қипақтап үйге сыймай сыртқа шығып кетеді. Мама, мынауыңыз адам бола бастапты ғой. Жұмысы қалай? Қол көтеруін, ішкілігін тыйды ма? Бәрі жақсы қызым, уайымдама. Сіңліме бас көз болыңыз. Мұндай айуандар өз қызын да аямайды. Қойшы, о несі? Өз қызын олай қорламайды ғой. Құдай сақтасын. Мейлі, сонда да байқаңызшы әйтеуір, деді Жұлдызай. Әр келіп кеткенде сіңлісін уайымдап қалады. Студент болғалы Жұлдызай қатты өзгерген. Баяғы қамқоршысының қанатының астына тығылатын бейшара қыз емес. Тағдыр оны өте батыл етіп тәрбиеледі. Бойын тік ұстап өзіне сенімді сөйлейтін нағыз ержүрек қыз бала болып өсті. 4 жыл оқып, оқуын абыроймен аяқтап, жұрт көзіне іліге бастады. Келін қылатын ақ қыз екен дейтін сыбыстар шыға бастады. Әжесінің тәрбиесін алған қыз жаман болсын ба? Деушілер де табылады. Ақыры Жұлдызай да өз бақытын тапты. Нағашы ағасы дүркіретіп тұрып той беріп ұзатты. Әжесі мен нағашы жеңгесі Ажардан бір тиын алмады. Қызыма жиғаным дегенін қағазға орап әкеліп еді, қайтарып берді нағашы жеңгесі. Ажар менің үлкен қызым, сондықтан тірлігін де өзім беремін. Уайымдамаңыз, жұрттан кем қылмай жасауын жасаймын деп әпкесінің бетінен сүйді. Көзінің жасын сығып анасы мен келіне алғыстан басқа ештеңе айтпады. Сендер болмағанда кім білсін, менің Жұлдызайымның тағдыры қандай боладың. Келін Алла екі дүниеге де разы болсын саған, деп кемсеңдеді. Той дүркіреп өтті. Мейрамбек вахтаны сылтауратып келмеді. Қай бетімен келеді? Кезінде өрімдей қыздың тағдырына балта шабуға сәл қалды емес пе? Үнемі Құдай оңдап, есін тез жиып үлгеретін.
Қазір есіне алса денесі тітіркеніп, өз ісінен өзі қорқып кетеді. Жұлдызай өз еліне барып құтты орнына қонғалы 1 жылға жуықтады. Шүкір бақытты, ата енесі мен күйеуі өте иманды жандар. Сол шаңыраққа барғалы намазға жығылған, үй ішімен Алламен сырласады. Осы тағдырына риза, шүкіршілік айтудан жалықпайды. 1 жыл дегенде төркініне келмекші. Әрине телефонда сөйлесіп тұрады. Сол кезде анасының даусынан көңілсіз екенін байқайды. Сұраса айтпайды, бәрі жақсы деп құтылады. Бірінші әжесінің үйіне бармақшы, сосын анасына. Төркінге келіп әжесінің мауқын басып, аунап-қунап 2 күн жатты. Қызының келгенін естіп, Ажарда құстай ұшып келді. Жаным, жұлдызым, қызым деп бетінен сүйіп, бір жылап, бір күліп, мәре-сәре болып жатыр. 2 күннен соң Ажар үйіне қайтатын болды. Жұлдызай да анасымен бірге баруды жөн көрді. Әжесінен рұқсат сұрап алып, сіңлісі мен анасы үшеуі таксиге отырды. Таксиде күйеуіңіз қайда деп сұрады. Мам, үйге барған соң сөйлесейік деді Ажар. Үйге келіп жуынып, шайынып, дастархан басына отырды. Қызының келетінін білген соң базарлап барлық тәттіні алып үлгеріпті. Дастарханды жайнатып қойды. Шай үстінде әңгіменің шетін ағытты. Сіңлісі шаршаған болу керек. Ойын баласы төсекке басы тиген бойда ұйықтап кетті. Ажар мен Жұлдыз ұзақ сөйлесті. Сені тұрмысқа берген соң деп бастады Ажар әңгімесін. Иә деді қызы ыстық шайды сораптап қойып. Бақтаға кеткен соң Мейрамбек 2 ай келмеді. Негізі 15 күн үйде болса, 15 күн вақтыда болатынын білесің ғой. 2 ай хабар ошарсыз кетті. Телефон соғып қызын да сұрамады. 2 айдан соң келді, үнсіз келіп киім-кешегін жинай бастады. Сұрасам тіл қатпайды. Кеткелі жатқанда асханаға шақырып әңгімелесейік деді. Сіңлің ұйықтап жатқан болатын. Ажар, мен бақытымды енді тапқандаймын. Бұл жерде нашар өмір сүрген жоқпын, бірақ шын ғашық болған адамым басқа екен. Оны енді жолықтырдым. Кешіре алсаң кешір, қызымды іздеп келіп тұрғанда көрсетсең болды деді де, ұйықтап жатқан қызының бетінен сүйіп шығып кетті. Кетіп бара жатып, сен бәрінен хабардарсың, білемін, сонда да мені қуып шықпадың. Кешір мені деп шығып кетті. Содан кейін хабарсыз, мен де хабарласпадым. Соңғы сөздері сен жайлы екенін білдім әрине. Мейлі, кетсе кетсін, бақытын тапсын. Басында 2-ші тұрмыс құрып өте өрескел қателік жасағанымды түсіндім қызым. Кешірші мені деді анасы Жұлдызайдың басынан сипап. Анасы мен қызы құшақтасып терезе алдында ұзақ тұрды.